Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит, тренд болып жатқан тары чизкейкінің рецебімен бөлісемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен тарымызға ыстық қайнаған сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Содан соң таза ыдысымызға талқанымызды және кез келген печеньемізді салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз және тағы да жақсылап араластырамыз, бір-біріне біріккенше. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бізде осындай масса пайда болды. Келесі кезекте табамызға массамызды саламыз, дайын болған қамырларымызды, және осылай жайып аламыз, және шет-шетін осылай жасаймыз. Міне бізде осындай әдемі форма дайын болуы қажет. Келесі кезекте салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырымызды, оның үстінен жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Керекті заттардың өлшемі видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Жақсылап араластырғаннан кейін үстінен сливкиімізді саламыз және венчиктің көмегімен араластырған ыңғайлырақ болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерді мүлдем қолданбаймыз. Осылай қолмен, венчиктің көмегімен араластырып, үстіне ерітілген тарымызды саламыз және жақсылап араластырамыз. Бізде міне осылай салмамыз дайын болды. Келесі кезекте жаңағы дайын болған формамызға салмамызды саламыз. Осылай әдемілеп бір тегіс етіп жайып шығамыз. Және 100 градуста пешке жібереміз. 1-1,5 сағатта пісіп шығады. Міне біздің чизкейктеріміз дайын болды. Иісі өте керемет. Суығаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа саламыз. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Міне осындай чизкейк бізде дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.